Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай керемет, ерекше әрі дәмді көрінне чупа-чупстар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бізге дәл осындай көрінне филе керек болады және картоп керек болады. Алдымен көрінне филелерімізді дәл осылай жұқалау етіп турап аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта ең керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналымды достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Керекті ингредиенттерді описанияға жазып қалдыратын боламын. Менің каналымда басқа да тағам түрлері, салаттар, десерттердің рецепттері бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Енді дәл осылай көрінне филелерімізді турап алғаннан кейін картопымызды да турап пісіріп аламыз. Ал енді тауықтың етін жақсылап қуырып аламыз. Табамызды газға қойып май саламыз. Майымыз қызғаннан кейін тауықтың етін салып жақсылап қуыратын боламыз. Мен ішіне тұз, қара бұрыш, паприка және қызыл бұрыш қолдандым. Сіздер қалаған дәмдеуіштеріңізді қолдана аласыздар. Енді жақсылап араластырып, суы шыққанға дейін қуырамыз. Бізде сулары шықты, жақсылап араластырып, бетін жауып, тағы қайнатамыз 5-6 минуттей. Бізде 5-6 минут болды. Енді тағы араластырып, тағы бетін жауып 5-6 минут қайнатамыз. Ал енді біздің тауықтың еттері пісті. Араластырып, суы тартылғанға дейін қуыратын боламыз. Суы да тартылды. Енді ыдысымызға алып суытып аламыз. Картопымызды да езгімен езіп алдық. Енді көрінне филелерімізді, яғни тауықтың етін мясорубканың көмегімен өткізіп аламыз. Сіздерде блендер бар болса, блендердің көмегімен де жасасаңыздар болады. Ал енді кішкенеден сүт салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұз немесе басқа дәмдеуіштерде қазір салсаңыз болады. Сочный болғанын қаласаңыз, сары майды да ертіп салыңыз. Мен сары май салған жоқпын, сүт қана құйдым, ал сіздер сары май салсаңыздар да болады. Енді сары майларымызды 4 бұрыш етіп да солай турап аламыз. Осындай печенье қолдандым мен. Жақсылап фольга орап аламыз печеньеларымызға. Енді әдемілеп форма береміз. Ішіне сіз сыр қолдансаңыз да болады, немесе дәл осындай сары май қолдансаңыз да болады. Жақсылап печеньеларымызды қойып, әдемілеп дәл осылай формаларды беріп, жұмыртқамызға аңлатып аламыз. Ал енді ұнға аунатып аламыз. Тағы жұмыртқаға аунатып аламыз. Артынан талқанымызға аунатып аламыз. Дәл осылай барлық котлеталарымызға форма беріп шығамыз. Сіздерге тағы бір рет көрсетейін. Сары майды саламыз. Печеньямызды қойып, жақсылап әдемілеп форма беріп аламыз. Форманы беріп алғаннан кейін жақсылап жұмыртқамызға аунатып аламыз. Енді ұнымызға аунатып аламыз, тағы жұмыртқаға аунатып, соңында талқанға аунататын боламыз. Ал мінекей барлық котлеталарымызды дайындап алдық. Енді жақсылап жұмыртқаларымызға аунатып, ұнға аунатып аламыз, талқанға аунатып алып қуыратын боламыз.
Табамызға майды салып, жақсылап қызғаннан кейін, бірінен кейін бірін салып, котлеталарды қуырамыз. Қызарып шыққанға дейін қуырып алатын боламыз. Аударып барлық жеріне қызартырып қуырып аламыз. Қызарған котлеталарымызды ыдысымызға салып аламыз. Енді қалған котлеталарымызды тағы бірінен кейін бірін салып қуыратын боламыз. Біздің курине чупа-чупстарымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет болып, түстері де әдемі болып шығады. Дастарханыңызға да қонақ келген кезде жасасаңыздар болады, өте керемет болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазып, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Ал сіздерге сәттілік.